Зертханалық жұмыс сұйықтардың сыну көрсеткішін Аппер рефрактометрінің көмегімен анықтау. Жұмыстың мақсаты сұйықтардың сыну көрсеткішін анықтау. Қажетті құрал-жабдықтар: Аппер рефрактометрі, жарықтандырғыш, сыну көрсеткіштері белгісіз сұйықтықтар, дистилляцияланған су. Жұмыстың орындалу ретіне келсек, ең алдымен жарықтандырғыш жәрдемімен жарық электр лампасынан жарықтандырғыш призмаға бағытталады. Өлшеуіш призманың камерасын ашып, пипеткамен дистилляцияланған су тамшысын өлшеуіш призмаға тамызамыз. Камера жабылады. Жарықтандырғышты бұра отырып, көру өрісінің жарықталынуы жақсартылады және окуляр анық көрінетін жағдайға келтіріледі. Компенсатордың маховигін бұра отырып, шекаралық сызықтың бояуы жойылатын қалыпқа келтіреді. Окулярдағы бірінші тұтқа жәрдемімен көру өрісіндегі үш сызықша жарық пен қараңғы аймақ шекаралығына келтіріледі де шкала бойынша есептеу жүргізіледі. Егер рефрактометр дұрыс жұмыс істейтін болса және дұрыс қойылса, онда су үшін сыну көрсеткіші 1,33-ке тең болуы керек. Зерттелетін сұйықтардың сыну көрсеткіштері анықталады. Ол үшін камера сүртіледі де пипеткамен зерттелуге тиіс сұйық тамшылысы тамызылады және бастапқы орындағандарымызды қайтадан жасап шығамыз. График бойынша зерттелінген, яғни белгісіз X концентрациясын анықтау керек. Ол график бойынша қанша процентке сәйкес келетінін табамыз.